сәлеметсіздер ме? Мен Жүсіпжанова Аяжан Маратовна, Абай облысы білім басқармасының Үржар ауданы білім бөлімінің Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мектеп алды даярлық В тобының тәрбиешісімін. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекет тақырыбы сауат ашу негіздері, тақырыбы дыбыстық талдау. Мақсаты 3 дыбысты сөздерге дыбыстық талдау жасауға үйрету. Дыбыстық талдау жасату арқылы дауысты дауыссыз түсіру. Сәйкес қызыл және көк түсті фишкалар мен дыбыстарды белгілей алу қабілеттерін, зейіндерін дамыту. Тыңғылықты жұмыс істеуге, еңбекқорлыққа тәрбиелеу. Енді балалар кім алақанды таңдап тез бірінші топқа отыра қояды, кім жүректі таңдады екінші топқа, кім жұдырықты таңдады үшінші топқа отыра қалады. Тез. Ал жақсы балалар, енді көңіл күйлерің қалай? Енді балалар өткен тақырыпты есімізге түсіру үшін кезге тілші әдісі арқылы сендерге сұрақ қоямын. Дайынсыздар? Дыбыс дегеніміз не? Дыбыс деген әріптің ауызша естілуі. Дұрыс па балалар? Жақсы. Дыбыс не істейміз балалар? Және естейміз, және айтамыз. Дұрыс па балалар? Әріп дегеніміз дыбыстың ауызша жазбаша таңбалануы. Дұрыс па балалар? Әріпті не істейміз? Дұрыс па балалар? Ал дыбыстар нешеге бөлінеді, кәне? Нешеге бөлінеді? Екіге бөлінеді. Дұрыс па балалар? Қандай болып бөлінеді? Дауысты және дауыссыз. Өте жақсы, дұрыс па? Ал дауысты дыбыстар қандай тежеңге белгіленеді? Дауысты дыбыстар кісі түспейді. Дұрыс па балалар? Дауыссыз дыбыстар қандай? Кәне? Дауысты дыбыстар көкке белгіленеді. Дұрыс па балалар? Көк түспен белгіленеді екен. Жақсы. Ал буын дегеніміз не? Бәріміз айтайықшы, бәрілеріне сұрақ. Жарайсыңдар? Енді мына тақтадағы суреттерді буынға бөліп көрейікші. Сендер өткен тақырыпты өте жақсы меңгеріпсіңдер. Бәріміз өзімізге баға берейікші. Ал енді балалар,
құлақшау ойын ойнап көрейікші. Қазір мұғалім сендерге ойынның шарты былай екен. Қазір сендерге мен дыбыстарды айтамын. Сендер дауысты дыбыс болса көк жалаушаны желбіретеміз, ал дауыссыз болса, дауысты болса қызыл, дауыссыз болса көк жалаушаны көтереміз. Дайынсыз ба? Ал кеттік. Дауысты жақсы н өте жақсы өте жақсы ендеше балалар біз дауысты дыбыстар жуан жіңішке болып бөлінеді жаңа айттым деп дауыссыз дыбыстар ішінде нешеге бөлінеді екен үш қатар қайта қайталады жарайсыңдар. Келесі енді балалар мен сендерге жұмбақ жасырғым келіп отыр. Кәне шешіп көреміз бе? Қазір ста ғана болады, саң қолың тоңады. Қайтасыңдар. Ал суда мұз бар, жерде қар бар, боран борап соғады. Бұл қай мезгіл? Біздің бүгінгі сауаттылық негіздерінен өтетін тақырыбымыз балалар үш дыбыстан басталатын сөздерге дыбыстық талдау жасау керек екен. Жаңа біздің шешіміміз қайсысы бірінші? Келесі дыбыс қандай естідік? Жуан дауыс қар дейді. Ал үшінші дыбыс қайсы? Дауыс екен. Кеше балалар біз бүгін үш дыбыстан басталатын сөздерге дыбыстық талдау жасап үйренеді екенбіз. Енді қыз туралы балалар қандай не келесі? Қыз туралы қандай тақпақ білеміз қане балалар? Қыста адамдар қалай түсінді? Жақсы. Дұрыс айтады. Қыста Сәлем бар. Тосын мезгіл болады, дұрыс айтасыңдар. Жақсы, жарайсыңдар. Енді балаларына жетеді. Және қыс мезгіліне жаңа алдыларында кешкі жатыр. Не жатыр? Жаңағы қыс туралы дұрыстық талдау жасаймыз, ал бір-екі бала тақтаға келіп жасай қояды. Кәне шағын тақтаға. Ақмыл келе қойсыздар ел, сен келесің бе ақмыл қой. Қан деген сөзге дұрыстық талдау жүрші. Ал сен қыс деген сөзге жарыстырамыз. Осы неше дыбыс, неше ал сенің алдына. Қар деген сөзге, қыс деген сөзге неше дауысты, неше дауысты. Кәне, дұрыс бар алға? Дауысы, А дауысты, К дауысы деген келесі. Кәне, дұрыс па қат көреміз бе? Дұрыс па алға? Жақсы, яғни балалар, ең бірінші дыбыстық талдауда біз бірінші сөзді білуіміз керек. Қандай сөзді талдаймыз? Сөзді білуіміз керек. Одан кейін ол неше дыбыстан тұратынын білуіміз керек. Мына жерде қайдашы? Қар дегенде неше дыбыстан тұр? Үш. Одан кейін ол дауыстының қайсысы? Дауыстың соны бәрін білуіміз керек. Дыбыстық талдауда. Үш
Балалардың сөзге дыбыстық талдау жасау үшін ең бірінші және жақсы. Ал далада қазір не сөйлейді? Сізде не жауып еді? Мен де шешіп шаршап қалып қойдым. Жаңбыр күлкісі шаршап қойдым. Жақсы балалар, ненің күлкісін жасадыңыз? Өте жақсы. Ал жақсы балалар, енді мен сендерге қазір топтық жұмыс беремін. Дайынсыздар. Бірінші топ қазір. Бірінші топқа беремін. Қазір бірінші қойып аламыз, содан кейін жиналамыз. Келесі, екінші топ. Менің суретімдерім қазір өздерің жаңа қорға осы жерге айдасыңдар. Үшінші топ. Ал қане жинап аламыз. Топқа жинап аламыз. Топқа жинап аламыз. Қане бойымыз. Қане. Қояды. Бірінші топ. Топ деген. Неше дыбыстан, неше әріп, неше бол. Екінші қадыр. Қолды, қай топ қолды тәртіп көрейік. Стандарт қолымызды. Ойланып істейді. Жақсы. Бұл қойдан. Неше әріп бар екен? Үш әріп бар, неше бар? Неше бар? Жанын табиғатта Жансыз не? Жансыз табиғатта Şimdi top жасақты, ал қорғай. Сендер қандай сөз берді? Қандай сөз берді? Мысық, бұлға білікші. Бұлға білікші.
koyar. Gelirse şimdi dalıştı. Buraya daldı. Babalar. Biraz atma. Şimdi katardım bağlar. Kısık bir sözlük tanıştık yapılardı. Kısık bağlar dalıştı. Üç dalışsızlık hareketini. Ama şahit. Artık kırmızı basın yapıyorduk. Artık bu bu. Çay nasıl diyor? Çarşısı. Kısık bağlar. Ama şahit. Alt siz toplarken kolay olur. Sana kadar şimdi üç toplarken Verildi mi? Hemen kraliyesini dedi. Evet. Anladınız mı? Yani gelmişler. Hayır şimdi yemek Şimdi onun için ders secerasında Alayını ballar okulumuzda öte ders tanışa boyutlarında bazı zaten uşaklara bakıyor. Böylece alayını okulumuzda bakıyor. Okulumuzda hani kapsımalar yapıyorlar. Cemiyet kısmı Kırmızıklardan uçaklar yapanlar diye şimdi avlarına, işgalarına aşağıda sıvalı telefon şimdi avlarına toplulukta avlarına katarımız işgalına alanımız kız gibi bir bölümde yanarda koyuyor. Jangan kişiyi bir var yapacağım şey. Vallahi kız çalışmak değil, bakıyoruz. Ya kız sevgili yedi ne var? Dağılsız var ve dağılsız hareket. Al Karadeniz'de yedi dağılsız ve dağılsız da. Al Kırım'sın da. Hatta sayıda. Kız sevgili Canan Tavda'da niçin böyle niçin şimdi bir Dıştan bastaların tüzüğü dıştan alacak yalanımız var. Bir de bir sanatlar yetiştirilmedi. Davuzda kıskandı. Davuzda dıştan bastalsa kıpırtaran başka boyayımız. Al davuzda dıştan bastalsa kıpırtaran başka boyayımız. Mesela davuzda davuzda ben. Birisi kanı bastalsa davuzda bastalsa bastalsa davuzda bastalsa çok boyayımız. Al çünkü hani sonuçta boyamak geçirirken boyamak fon değildir tabii durmuş çok da boyayız çok da boyamız fon değildir kırmızı sağ çok böyle çok
Жақсы балалар, бәрін дұрыс орындадыңдар. Жақсы. Жақсы балалар. Балалар, біз бүгін қандай тақырыппен танысуымыз керек? Неге сөзбен тұратын сұрақтар жазамыз? Жақсы сабақ сендерге ұнады ма? Тамаша, жарайсыңдар. Тағы топтық жұмысында не болып мен жасадық, жақсылық, ойладық, үстелге жақсылық, тамаша. Мынандай ағандардың бар ма сіздерге? Жақсы, ендеше балалар, сендерге сабақ ұнаса, қолыңмен көрсетейік, кері байланысты, қолымызбен көрсетейік, не балалар? Міне қараңдар, тақтаға қарайшы балалар, тақтаға қарайық. Түсінікті әрі қызықты болды. Осы жаңа қолмен көрсетеміз. Сабақ шынырақ мен өзгелерге көмектесе аламын. Барлығы түсінікті, маған әзірше қиын, маған өте қиын. Ал сіздер қайсысы таңдайсыңдар? Ұнады ма, ұнамады ма? Жарайсыңдар. Ендеше сендер балалар, сендерге сабақ ұнаған сияқты түсінікті әрі қызықты болды дейді. Қызықты болды ма бәрімізге? Сендермен жақсы қатыстыңдар балалар. Мен сендерге, балалар, аймын, сендер менің жарқыраған жұлдызым сияқты жұлдыз болып жүре беріңдер. Тек қана бен шыңнан көріңдер. Сабаққа өте жақсы белсенді қатысыңдар. Сендерге жұлдыз шамды таратамын. Ала ғой. Орнымыздан тұрайық. Орнымыздан тұрайық, Лиза. Өкімен балалар сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.